жасасаң одан көп бүлік шығар. Қу тірлікке құмартып құл боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырады. Туысқандар, туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жылтыраған жалғанға қызықпаңдар. Жаурағанда жанымды жылытқандар. Қуаныш пен қайғының арасында бірге туған туыстың бәрі осында. Жақсы жаман болса да бәрі туыс, жанға жақын тек оның бағасында. Бұл сыйластық әке мен анасында, бөтендік жоқ әйтпесе баласында. Осы ағай өкпелетіп алатында, осы ағайын қуанта салатында. Туысқандар, туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жылтыраған жалғанға қызықпаңдар. Жаурағанда жанымды жылытқандар. 124 мың пайғамбар, 7,5 миллиард адам бар. Осының бәрін көтерген жер деген үлкен ғаламшар. Шат көңіл шақты бүгінгі той жасаған дүбірлі. Балқы дайын бабаң бар, Отарбай мен Қосбармақтай атаң бар. Тойыңды мынау бастайын, тоғыз сізде орам бар, ойыннан шыққан тарамдар. Тойыңыз тойға ұласын десеңіздер, құрметті туыстар, бір қол соғуға жаныңыздар. Құрметті біздің ағайын туыстар, атап өтетін болсақ, жайғасыңыздар шағалар. Мұндағы 4-ші столдағы ағалар жайғасыңыздар. Абыр-сабырды басайық. Бәрекелді. Ең бірінші, біздің алыстан келген ағайын туыстар, яғни Ақтөбеден, Қызылордадан, Алматыдан, Тараздан келген біздің ағаларымыз, аталарымыз қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл өтсін. Мен сіздерге Теміртаудың балықлары жайлы айта кетейін. Теміртаудың балықлары біз өте киеліміз. Біздікілердің иттері бар, асырайтын, қақпайды олар. Жыландары бар, асырайтын темірлерді, олар шақпайды. Біздікілер адамға мен тақпайды. Темекі тартпайды, насырай атпайды. Бір-бірін сатпайды, достықты мәңгі сақтайды. Құрметті қонақтар, алыстан келген біздікілердің бір минусы бар, ағалар, айта кетейін. Біздікілерді қол соқпайды да, сол реттесе нормально болады. Енді құрметті қонақтар, бүгінгі кешке жиылдыңыздар. Мен бүгінгі балықлардың ең кішкентай осындағы мен екенім қарап тұрсам. Сондықтан да мен сіздерге балалық ақкөңілмен кішкене еркелігім болады бүгін. Менің еркелігімді көтересіздер деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі кеште бөтен ешкім жоқ Ерланнан басқа. Өйткені Ерлан деген мен жездем болатын да отырған. Білмейтін болсаңыздар айта кетейін, кеше сіздерге ерген болып көрейші. Бәсек болмаса қазір көреді ғой. Мен жездем екенін жаңа ғана біліп тұрмын, шынымды айтсам. Бұл кісі жырау, сондықтан да барлықтарыңызды көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Қанша жыл той саласында жүрмін, бұндай кешті басқарып, бірінші рет басқарып тұрмын, шынымды айтайын. Сондықтан да бір шын жүректен қуанып тұрмын. Өзіңіздің ағайын туысты көріп, жан-жақта болып, ең бірінші Ақтөбе қаласына тоқталып кетейінші. Біздің Ақтөбеден келген ағаларымыз бір қолдарыңыз көтеріп қойсаңыздар, мен білейінші, кім келді. Енді ағалар, мен осы жылы 21-дің соңында 22-ның басына дейін Ақтөбе қаласында болдым. Ақтөбенің өзінде. Құрметті Қол деген ресторан бар екен, білетін шығарсыздар. Мүмкін болған шығарсыздар, сонда болдым да біздің балықларды сол жерде бірінші рет кездестірдім мен. Мен негізі шынымды айтсам ойлаған жоқпын. Ақтөбеден мен Ырғыз дегенді естігем, бірақ та Ақтөбеде де ойламаппын, шынымды айтсам. Сондықтан да сол кеште білдім. Бүгін осы кеш болады дегенде мен өзім ойладым, Ақтөбеден біздің ағайындар келетін шығар деп. Міне Алла қалап бүгін келіп отырмыз, көрісіп отырмыз, қуаныштымыз. Тағы да қош келдіңіздер. Кеш құтты болсын, бір қол соғып
айтпақшы, бір Алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес намазы бар, алты алашы бар, жеті жарғысы, сегіз серісі, тоғыз құмалағы, 10 шақты ұлы мен 10 шақты қызы бар. Балқылар, қуаныш құтты болсын! Құрметті ағалар, құрметті көкелер, аталар, ағалар, мен ұқсат болса кештің басында өзім таныстырып берейін. Өзім таныстыратын болсам, мына Байжанның шөбересімін, Елтайдың немересімін, Бұхарбектің ұлымын, бір Алланың құлымын. Мына 1.90 бойым бар, бойымда денем бар, денемде мойным бар, мойнымда басым бар, басымда шашым бар, қиылған қасым бар, қап-қара көзім бар, араққа тегі болтым жоқ, қазақтан басқа ұлтым жоқ. Оқыған жерім Канада, мамандығым Тамада, бір басында 2 машинам бар ағалар, біреу стиральный, екінші швейный машина. Мына жүрген жерім той томалақтанса да есім менің арабша Жүсіп деген сіздердің інілеріңіз, балаларыңыз мен боламын. Рахмет сіздерге. Құрметті қонақтар, біз баршамыз мұсылманның ұрпағымыз, қазақтың баласымыз, сондықтан да қазақ атам әрқашанда үлкенден жол сұраған, үлкенден бата сұраған бүгінгі дүбірлеген тойымызды өзіміздің туыстардың үлкені, яғни осы кештегі ең үлкен ақсақалымыз мен ортаға осындағы біздің Сейітқали ақсақалымызды ортаға шақырып, кешіміздің ақ тілегі мен ақ батасын алсақ, содан соң бастауға рұқсат деп ойлаймын. Ал ақсақал, келіңіз, кеш құтты болсын. Қалада қош келдіңіз. Қуаныш құтты болсын. Өзіңіздің ақ батаңыз, содан соң бастайық. Мені жиналып келген ағайын, туысым, бауырларым, барлығы ассалаумағалейкум басым деп сәлем беремін. Балдар тойдың 2-ші күнін бастап жатырмыз. Тойды бастамастан бұрын мен сіздерге айтып кетейін дегенім, міне балдар үйін бастап, осы басымызды қосып осындай ағайынмен бір-бірімізді таныстық, танымағанымызды таныстық. Ендігі мәселе ортамызда бір басшы сайлауымыз керек. Сол ойларыңызда болса қазір отырған кезде ойланып отырыңыздар. Одан кейін бірінші осы Теміртауда туатын 2-ші мәртебе біз енді мынау Ақтөбеде ағайындарда өткерейік. Сол кезде бұл кісілер бізге бір ай бұрын хабарласып барған, қолдары жететін адамдар сол кезде барып ояқтағы ағайындар, қалған ағайындармен таныстырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әрқашан амандық болып балдар, бас қосып ағайын жерден аман болып, балдарың бақытты, дендерің сау болып, отбасыларың аман болсын, бір-бірлеріңе мейірімді болыңдар. Әр уақытта осы туыстықтарыңды, туғандықтарыңды бір-біріне білдіріп мейірімді болыңдар. Бақ бәледен сақтасын, әрқашан Құдай аман сақтасын. Құдай ауызбіршілігімізді беріп, әр уақытта тек қана осылай тойда кететеліген, тойда ашық берген. Айбарекелді. Ата рахмет батаңызға. Келіңіз жайғасыңыз. Құрметті туыстар, ағайындар, ағалар, кешіміз ашық. Дастарханның батасын алдық, ас дәмнен алыңыздар. Олай болса, бүгінгі дүбірлеген тойымыздың басын кереметтей, осы Балқылар әулетінен бізден қыз алған, бізге күйеу бала болып келетін Ерлан, жаңағы жездеміз, нең бар еді қыз алып? Енді қыз беріңіз. Сіздерді құрметтеріңізге кешіміздің басында ағаларым, бауырларым, баршаңызға той құтты болсын. Мынау енді Ерлан күйеу балаларымыз шақырып отырған себебіміз Балқылардың тойы болғаннан, жиыны болғаннан соң Базар атамыздың бастауымен бастағанын жөн көрдік ағайын. Ал қабыл болыңыздар. Базардың бастауы. Мал жинаған қарынбай, болмаған талақ тобасы.
сен өз қолыммен тарқаттым жоқ қой ешкім таласын қашүйріктің белгісі құлағын тіктеп қаранған қас батырдың белгісі тоқтамай өтет араннан қасқылудың белгісі күрмемен белін буынып ақ сабынмен жуынып қиғаштап шашын таранған маужырамай қыз күні қара түлей шұбардан қалыңға салсам қайтарып аң кетпейді-ау қыраннан адам болса көңілінде болмай қалмайды бір арман өздеріңде құмар ем мәжілісінде сөйлеуге жақсының басы құралмай әуелі базар атандым 16-да жасымда бай көкшенің азында содан бері келемін сыпайының қасында қане бір шыққан мезгіл тереңдігім теңіздей қайратым қоңыр өгіздей халқымның аузын тұшыттым селе шыққан семіздей дауысым кетті алысқа жиреншенің өзімдей ешкім ара тұрған жоқ несібемді жегізбей бір есіткен сөзімді тарқамады құмару қашық болмақ бар сегізде үріп салған туғанын дарияға батпайды түбі туыспайды бірін-бірі сатпайды айнала біткен көкшілік ортасы бұла қатпайды асып туған білімді ертірегін атпайды разбедеу аттың белгісі қойшы мінген жабыра қайрылып келіп шаппайды жасайғырдың көйірін саяғат сансы жоқпайды бір күні бұзған орынсыз жылқыны пайда таппайды жігіттіктің еркіні қаптаған қара дауылдай күркіреп соққан көктемді қара түсер жауындай ұмтылсаң бері тозбайтын көтеріп қылыш жауындай аңсары ауыр сол дәуір әркімдер жеңсік болады жаңа піскен қауындай басылады сол дәуір бірте-бірте бір күні мұнарланған сағындай жемдей зулап басыңнан бәйгатының шұбалған алладан ауып келгенде батырлар тұрмас бағындай жаһанды жалғыз билеген патшалар тұрмас тағында айтулы дұшпан мысалы аңдысып тұрған көзімнің қарасы менен ағындай мен сіздерді сондықтан көрмесем халқым жылынайын шыдайын қайтып сағынбай алдымызға ас келді, олар болса мен сіздерге бөгет болмайын. Ас сәмен алыңыздар. Астарыңыз
Ал құрметті туыстар, қазір айтпақшы, қазақ халқы қарны тоймайынша тамада былай тұрсын, елбасы келе жатса онымен амандаспайды дейді. Қарны тойғасын ұйқысы келеді дейді. Сондықтан да кешіміздермен қарай жалғастырайық. Енді құрметті ағалар, бұл жиынның басты мақсаты танысу. Солай емес пе? Бүгін енді Қазақстанның бұрыш-бұрышынан келіп, барша ағаларымыз бір-бірімен танысып, білісіп, ертең күнде бір масқара болып қоймайтындай, бір-біріне құда болып келіп тұрмайтындай мәселелердің алдын алу үшін бір-бірімен танысып жатыр. Бұның өзі бір ғанибет деп айта аламын. Бұның өзі бір ғанибет деп айта аламын. Сондықтан да рұқсат болса, енді таныстықты бастасақ. Енді менің түсінуім бойынша мұнда бір 60-65 адам. Солай ма екен байға? 70 адам. 70 адам жиналып отыр. Яғни 70 адам дегеніміз ол осы еліміздегі 70 әулеттен бір-бір адамнан келіп отыр. Енді рұқсат болса, біздің әулеттен келген, біздің енді жалпы Байжановтар әулетінің үлкені, менің әкемнің ең үлкен ағасы, менің атам өмірден өткеннен соң, атамның артынан қалған біздің әулеттің үлкені қазіргі таңда. Біздің әулеттің көшін сүйреп жүрген, ел ағасына айналған Байжанов Рүстембек Елтайұлы, міне. Тәде, тұрып қойсаңыз. Аға, көрсін. Аға, білсін, бірінші. Жалпы, мен білетінді айтып енді өзім ағамнан бастайын. Аға, таныстырады. Содан соң ары қарай бөлісті. Енді тәде өзіңіз бастайсыз ба? Ал ағайындар, қош келдіңіздер отырбай қосылмақ. Алыстан келген, жақындан келген. Бас қосып отырғанымыз, осы отырбай қосылмақтың бәрінің бас қосып танысың. Бірімізге араласа деген бастап қойды. Мен өзім таныстырайын, фамилия Байжанов, аты Рүстембек Елтайұлы. Елтайұлы. 27 жылғымын, осы Теміртауда тұрады. Жақсы, мен ағам сәл қысқа сөйлейді. Қысқа жаңа нұсқа, нақты. Жақсы, енді рұқсат болса, мұнда біздің үлкендеріміз отыр. Енді ағалар, мен барлықтарыңыздың есімдеріңізді білмеймін ағалар. Енді ары қарай енді кімге барайын, кел десеңіздер келейін, ортаға шығып көрген десеңіздер ортаға шығайық. Отырып айта бересіздер ма? Жақсы, онда бастайық. Үлкенімізден бастайық. Жүсіп, сіз қайрата? Атау, лажы болса, мына жерге келейік, елдің жұрттың бәрі көрсін, бейне таспаға әдемілер түсіп, ортаға келіңіздер. Жақсы. Сол, мен айтамай тұрам ғой. Келіңіздер, Алла қуат берсін аяқтарыңызға. Міне жаңара келіп сіздердің алдыңызда осы бастауын айтып кеттім ғой. Мен өзім таныстырайын енді. Менің айтымды қосырмақ Балқы Жанқайдың баласымын. Әкем аты Жанқай, өзім атым Сейітқали. Осы Теміртауда тұрамын. Мен өзім 46 жылғымын. Айтымды қосырмақпын.
Mine bardağlara aynalayın yollarım uzaktan gelgen ballar yollarım açık olsun, aman bolunlar, ağayınga olsun degeniňizdi jetkenimizde keyingi wagtda taam suga jakşy bolat. Baldarga aytyňyzlar, beň mesik jas baldarga aynalayın bargan кезде so baldarga oslo körsetip, aytyp ağayının, iki ağayının osu birge tuşkanlygyn, bizdeki bölümünde kızartmaydıgymyzdy, soýanyň otmasynda azyp aytyp aynalayın tutuşturup oturýar. Harkaçan aman bolunlar. Assalamu alaikum. Ağa inler, ağa hamdaslar, yağdırın koyları kutlu olsun. Doğum bilegi, ata Kazak aytanlı, yerimizde yer jağa, yüz lira jürt jağa dedi. Olay jağa olsak, yerimizde ülkenleri bereketli, bulayıcı bizi jasıtları, ülken bize bolarız. Uyaktaki bas bozum atırkemiz, varlarına bas bozum tanısı otkan üçün rahmet. Ben Bukhara oluşlarından kelgen Oturgay balga Dehqanbay degen kişinin nemeresinin әкем атын иген берген, өзім атын таңдап берген. 47 жылда болған. Ал енді мына бірліктерім мол болсын. Бірлік ауызшылықтерім ар жағынан да Алланың ойымыз күні болсын. Бәріміздің осы, бәріміздің ағайымыз, доғысымыз мына біздер біреулерім болса біздерді ешқайсысы мені танымайды осы ағайындардың бәрі. Біздер кешіміз 70 жыл болсадан бері қарап. Narjaqtım. Sonra bir ajana yüzü bulup, tam bir yarım nakatı, sonra ağayından tanısıp ne aldınız. Ola ailenin nesini yaramız, bilekey keng var. Öğrencilerin orasında ağzını şekli kılıp, ağaylarımızda tanıştırıp, ağaylarımızda körüp, sonra gözü bizlerge ülke niye? Yani özgürlük özellikle aileler ağlaştık olsun. Ne aytamız? Herkesin ağzı şekli olun da. Denlerine sağ olsun. Körgen yerde tanımlıyorsun, sayıtlıyorsun. Ağırışınız berekeli olsun. Bәріңе olsun, рәсіне той құтты olsun. Той аласыңыз. Assalamu alaikum. Benim kavim, ağayımlar, dostlar. Bugün Allah'ın kalaumenен bir yıldan beri annemle birden baskosumuz bugün sertüsü baskosu oturmuş. Kelgen adamların ayaklarını öldürsün. Her vakti anlaşık olsun. Men Tövelbaylık ayaklık koyduğumuz o ayaktın tuması Odarbay balkı koşan evlisinin balası Orunbay'ın. 51. oğlanı. Қазір осы Теміртау қаласында тұрып отырмыз. 4 балам бар, 2 ұл қыз. Аллаға шүкір. Ne deymiz? Бұл бас қосуымыз, жақсылығымыз әрине бұл ақыр болмасын, бұдан кейін де осындай жалғассын. Алла тағала басымызға бақ берсін. Аман болайық. Дендеріне сол болсын. Hayırlı gün, ağaylar, Budarbar Osman'ın bas қосқан кешіміз. Осы мінекей бір-бірімізбен танысып, алыстан келіп жатқандар, жақыннан көшерден мен өзім таныстырсам, Өзбекстан Бұхара облысының Қамды районы деген жерде Айтым Үшқұдық деген жер бар. Біз сол жерден көшіп келдік. 2000 жылдары. Осы Теміртауға балдар келді, артынан өзіміз келіп әзірлерге шықып жайғасып жатырмыз. Енді сол Үшқұдық деген жер Майбемет деген атамызды естулеріңіз барған. Бұл бар шығар Отырбай балыққа бай болған кәдімгі баяғы қазақтың Совет үкіметінің жаңа конфискациясына түсіп, құлдалау көрген, сол Майдабек атамның жері Үшқұдық деген. Мыңғырған қойы, түйесі, жылқысы сөйелі су Үшқұдықтың сөйтіп жатыр екен. Әйтім деген жеріміз, Әйтім деген біздің қосқорған атамыздың біреуінің аты ол. Сөйелден Әйтім атамыз бұлақты ашып, сөйелде Әйтімде қосқорнақтар жиналған. Әйтім атам мына жерді тапқаннан кейін. Әне сөйелде
біз туып өстік, әйтімде туылдық өзім. 50-ші жылы әйтімде туылып, 62-ші жылы мен 500 жас бітіргеннен кейін әйтімде 100-ға қосты. Анау шоты қаласы ашылды ғой. Содан кейін ана мал шаруашылық қой. Мал шаруашылығы ұзақта болу керек қаладан. Соны қоймай Москва көшірді. Сонымен 100-ға бар, 100-ға ағайын Қаратамыр Жоғай деген ағайындарға қосылып, сол жерде 10 жирасты бітіріп, кейін сол Үшқұдықта істеп, осы Теміртауға кеткенше Үшқұдықта 30 жыл істеп бір комбинатта. Енді мінекей ағайындар әсіресе жастарымызға айта жүріңіздер. Бір-бірлерімен таныссаңдар, ұруларын сұраңдар біріншіден қыздарға, қыздар, балалар, жас балалар. Танысады ғой қыздар, жастар, бір-бірімен солықтар. Делсің деген отырбай қосып бақтың дегесе, бір-бірімен қыз алыспайтын соны еске салып жүрдіңіз. Мен айтарым сол, келгендеріңізге мінекей осы өмірде отырады, ұзақтан келгендеріңізге қадамдарыңызға нұр жуасын, келгендеріңізге рахмет бас қосып, бізде мінекей әр уақытта жақсылық тойда келесіз. Рахмет, келіңіздер. Енді құрметті ағалар, микрофон сіздің алғанда рұқсат болса, барынша білетіндеріңіз болса, тарихтан кішкене білсеңіздер, біздің ру жайлы білсеңіздер, сол туралы айта кетсеңіздер деген кішкене. Осында отқан 60 адам, әр адам өзінің ойын қосып отырса, мұнда біраз ой туындайды, білмейтінімізді біз де біліп жүреміз ертең. Сондықтан да сіздерден естейік, содан соң мен естісем, менен кейінгілер сосын естейтін болды. Аз жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, Отарбай Османға туысқандарым. Мынау сіздердің орталарыңызға келіп, мынау танысып білгізіп жатырмын. Мен Қызылорда облысы Қармақшы ауданынан келіп жатырмын. Есімім, атым, ішім жаңа документарияның Әкімұрат, қысқаша айтқанда әден дейді мені. Ал енді 1957 жылым, тағы да жаңадан келген ағайындар туысқандарға танысып жатқан, кешеден танысып жатырмыз ғой. Ал енді мынау жақсы отырыс кешеден біраз ағайындармен танысып біз қалдық. Бастар деген әнелерімізге бастар рахмет, Алланың жаусын дейміз, осы басымызда осы отқандарға. Енді бәрімізді аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, жылда осындай басымыз қосыла берсін. Енді кішкентай менен жаңа айт деп жатыр ғой. Жаңағы Базар Жырау атамыз Қармақшы ауданы Қарақ деген тауда жебілген. Қайтқан жері Жалпақтау. Сол жақта жаңағы белгісі бар шығар я. Туып өскен жері Қарақ деген тау бар, Қармақшының. Сол жерден соғатынан балық қоспарма отырып, соның айдың келген жерге дейін барған. Сол жерім соған дейді біздің жеріміз. Таудан бастап, Қарақ деген тау. Енді мен 1981 жылы жаңағы Базар атамыздың 150 жылдығын тойлады Өзбекстанда. 150 итекті оның бәрін естік енді. Соны мен мынау Қызылорда Қармақшы ауданында сол кісіге тойлады. Кішігірім тойлады. Мен соған куәгер болдым енді. Сол кезде балқыдан үй болу керек, балқының адам бізде балық деп бөлмейді. Бір Әпіштай деген ағамыз болды, соның үйін ақ балқы. Соның үйін сосын жаңа үкіметтің қасына үйін алып, Қармақшының орталығына мәдениет үйінің қасына апарып келіп, сол жерге жиын өткізді. Бұл кезде Совет үкіметінің кезі ғой. Сол кезде осы жаңағы сояқтан келген жаңағы Базар атамыздың шөбері шөпшектері бар екен. Содан келді, содан біз танысамыз енді. Сол жиынның ішінде болды. Сол жиынның ішінде жаңағы айтып кетейін деген жаңағы Базар атамызды зерттеп жүрген жазушы бар ма жаңағы? Шәрбек Алдашев деген. Сол ағамыз анау ауданның әкімі дейді ғой сол әкімі. Сол жаңа баяндама жасағанда ішінде Базар атамызға берген ештеңе жоқ. Сол жаңа ағам зерттеп жүрген ағамыз шығып ана неге киілді. Сен қандай мемлекет үкімет ел басқарып жүрген азаматсың.
Байдананың ішінде я бір сарайға аты жоқ, я бір көшеге аты жоқ, я бір мектепке аты жоқ. Қандай азаматсың сіз? Бүгін ана Өзбекстан жүрген үйтіліп тойлап жатыр. Бізде мынау жоқ, қалай болды деп. Точно оны жаңағы береміз, орындаймыз дейді, шығарып салып та қойды. Сол кейіннен енді Қармақшыда Базар атамыздың көшесі бар. Сосын енді одан кейін де енді біз енді жаңа қарақпен балда отырғанбыз ғой жаңағы қоспарма Қылыш деген баламыз бар, осы жерде білімдеріңіз болуы керек еді. Сол жерде үлкен қорым бар, таудың асты ғой. Таудың басында жәдігерлер бар, жәдігерлер. Содан 20 мм жерде Сейтберген әулие дегеніміз бар, қожа. Ер Сейтберген. Осы Советтің кезінде сол қожадар келіп, содан мен жаңағы көтеріп, көне қорымдан қойды. Енді мен өткенде сол жаңағы үлкен қорым енді. Сол жаңағы барып, сол анда-санда сол жылда бір барам, екі жылда бір барам. Сол бағаладан жарат қалам. Соған барсам күшленіп, осы жағып жүремін. Барлықтарыңызда аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын дейміз. Қайта жүрсеңізді аман болыңыздар, балдарыңыз өсіп өнсін, жоғалтақтан көріне берсін. Аман болыңыздар, жылда аман кездесе берейік. Мына ағам біраз нәрсе біледі екен, жаңа ағамыз айтып жатыр, Базар атамыздың қайда жатқан кесенесі. Наушқұдықтың ар жағында Құлқұдық деген ауыл бар, 57 км жерде, Құлдан әрі қарай 86 км жерде Ақбөгет деген Перменің центрі бар. Ақбөгеттен 3 км ары қарай жаяу жүрсеңіз, Базар атамыздың кесенесіне барасыздар. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен, жақсы адамдардың игі істеріменен өткен жыл Базар атамыздың кесенесі жаңартылды, ағайын. Сонда өткенде осы өзіміздің отарбай осыған мұрпат салған құлпытастар бар. Солар оқытып, осы ішінде ата-бабалар бар ма, сондайды білсін, соны тапсын деп салған осы сіздерге. Енді шығып атса, неғып атса хабарласасыздар, телефон бәрі хабарда бармыз ғой енді. Енді үлкендерден мен бірдеңе сұрай кеткім келіп отыр осы ортада. Осы орайды пайдаланып, мынау Балқынның ұрпағымыз, ойбай Отарбайдың ұрпағымыз, Қосбармақтың ұрпағымыз деп жатырмыз, Аллаға шүкір. Сол бабаларымыздың қайда жатқанын білетін кісілер бар ма? Отарбай бабамыз, Қосбармақ бабамыздың жатқан жерлерін білсек, оны да айта өтіңіздер. Алла қалап, осы нәрсені жақсы өткізіп алсақ, одан соң сол бабаларымыздың басына деген бір ниет қылып бастасақ, Кеңбайға дұрыс па? Бабамыздың басына бар құлпытас қойып дегенде кесенесін жаңартып бір сондай дүниелер жасайық ағайындар деп жатқан жайым бар. Кім біледі? Қайсыны сұрап атсық. 2015 жылы Арқыз деген жерге бардық. Арқыздың 150 жыл бірге тасының қалауына деп тойға шақырды біздер. Сөйлеу осы жерден Теміртаудан жаңағы Тәуелбай елінен келгендер деп 20 шақты адам яшын жалдап сол Арқызға барғанбыз. Сонда сол Арқыздың музейі бар деген басында olur. Son барсақ картасы түрген Арқыздың. Арқыздың картасы түрген соның шетінде, осы Қызылордаға жақын қараған шетінде Қосбармақ деген точка картада да. Сосын бұны Қосбармақ деген бұл не бұл құдық па, я бір ауыл ма деп сұрастырып ешқайсысы біле қоймады. Соны енді кейінгі жастарға айтып жатқаным, сол Ырғыз ауданының шекарасында Қызылордаға ағайын жерінде Қосбармақ деген құдықтың қойшысы құлғау дейді. Соны сұрастырсаңдар, білсеңдер, ауыл екен, я бір құдық екен деп жатқаным ғой. Бұл 2015 жылы біздер батыр болды, Сетқали Ағамекөл. Ана кісі біледі ғой жаңағы жүріп ағады. Сетқали Ағамекөл бірге батыр, сол айтып жатқан ғой. Ол енді бірақ біз кейін оны тексергеніміз жоқ. Екен, я ауыл екен, я құдық екен білмедік.
Жаныңызда Айбеке. Ырғыз деген қай жерде ол? Ақтөбе облысында. Енді мен тағы бір жағдайды естіген жайым бар. Мынау Жезқазғанның жанында Ұлытау бар ғой. Ұлытаудың жанында Қосбармақ ауылы бар деп естідім. Сол жерде Қосбармақ ауылы бар деп естідім. Енді бабамыз точно сол жерде екенін, емес екенін мен білмедім енді. Осы нәрселерге енді үлкендеріміз біраз кейін, бүгін емес, бүгіннен кейінгі жағдайда уже ары қарай осы нәрсені алға алайық, қолға алайық деген ниетім бар. Қалай қарайсыздар, дұрыс па? Менің ұсынысым. Ассалаумағалейкум. Отарбай Қосбармақ ағайында жерлестер. Мені бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мен өзім таныстыратын болсам, мен Өзбекстанның Набай облысы Кермек ауданынан 1915 жылы Балдардың арқасынан көшіп келгеніміз Астана қаласының Қоян деген поселкасында. Руым Отарбай Балқар. 4 балам бар, 2 ұл, 2 қыз. Құдайға шүкір 9 немере. 7 жылдан бері осы Қазақстанда жасап жатырмыз. 50 жыл Өзбекстанда сөйлеуде өстік өндік. Міне Құдай қаласа болса, міне ағандарды тауып жатырмыз жан-жақтарына қосылып. Қазақстанның түкпір-түкпірлеріне қуаныштымын. Ортақпын. Атым Есен, фамилиям Дастанов, Текешал деген естіген болсаңыздар сол немересімін. 56 жылғымын. Құрметті Отарбай Қосбармақ ауылының ұрпақтары, біз Ақтөбе облысынан келдік 4 адам. Отарбай балқымыз. Кеңіздер. Өзімнің атым Қоңылан, фамилиям Жамал. 1961 жылғымын. 2 ұл, 2 қызым бар. Бәрі тұрмыста үйленген. Негізі Ырғыз өңірінің ұрпағымыз Мамыт деген жер бар. Сояқта Отарбай әулетінің бұрынғы ата-бабаларымыз өмір сүрген сияқты. Қазір міне Әйтеке би дейміз, бұрынғы Ырғыздікі негізі. Сояқта Мамыт деген жерден тұрғанмыз. Отарбай, 30 үй Отарбай дейді біздерді. Енді онда біз Ақтөбе облысында бармыз, 30 шақты, бірақ келе алмады көбісі. Біз ондай ұрған жоқпыз. Сол, енді біз Балқы Базар атамыздың қасында жүрген Райымбай деген атамызды көрдік. Осы 96 жасында қайтыс болды. Қазір сол кісінің 80 жасқан қызы бар. Маржан апамыз, сол бір тұрған жерде тұрады. Сол жаз жайлауына Мамытта болған деген. Негізі сол кезде мына неге қарай, Қызылордаға қарай неге соқпай өткен, неге істейін дейді, Ырғыз өңіріне сен. Енді жерде аман болайық, бас қосуымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Бір келген, бір сейіп көрген таныс дейді ғой. Ұзағынан болсын, бәрі. Отарбай Қосбармақтардың ұрпақтары көбейе берсін, елдеріңіз сау болсын. Бізге де келіңіздер, Ақтөбе өңіріне келсеңіздер, енді WhatsApp-та бармыз ғой. Дайын тұрамыз, қонақтауға. Ал құрметті Отарбай Қосбармақ тойларыңыз құтты болсын. Ал мен есімім Бөкенбай Базарбайұлы. 5 балам бар, 2 ұл, 2 қыз күйеуі үйленді, бір қызым кішкентай. Сол енді. Бұл сізді шегірейші әңгімешіліксек, бұлдыр инсульталға ауып қат сөйлейін бәдір. Ал құрметті ағайындар, туыстар, Отарбай Қосбармақ бауырлар, қош көрдік. Қуаныштымын барлығымызбен танысқаныма.
Мен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданынан келдім. Әбдіева Жора Базарбайұлы, Отарбай балқының 2 ұл 2 қызым бар. Ал осылай бірлігіміз ұзағынан болсын, мәңгілік. Туыс болайық. Жаңағыдай абыройсыздық болмасын, әйтеуір қыстырмен естіп жатырмыз ғана. Ондай бәлелер аулақ болсын. Сол ниетпен келе жатып бір шамалы өлең жазатын бар. Туыстарыма тарту, мен балқымын ұруым Отарбайдан, әлсізге дейін асауға тоқтамайтам, мақтанышым ұруғым балқыбазар, айбаттып шама шарқым мақтан айтам, мен Отарбай бір туған қосбармақпен, сөзімді ойлан айтам жөн салмақпен, қызалыспас туыспыз мәңгілікке, аттамайық бауырлар ата тектен. Зейін қоям тыңдаймын ата сөзін, жақсының қабыл алам бата сөзін, бірлігіңді ту етем мәңгілікке, кешіріңдер болса егер қата сөзін. Ағаң ардан келеді інің зордан, сыйласпасаң бұл дүниенің бәрі жалған, Отарбаймен қосбармақ ұрпақтары, жаңылмасын сөйлеуден бабаң салған. Бұл атаның босбұрылмас тақымдары, бұға тартпас бірлікке жақын бәрі, екі атаның ұрпағы қала болып, туа берсін тоқтаусыз қатындары, арманы асқақ болсын бозбалаңның, арибасы кетпесін қыз балаңның, елін жерін қорғайтын батыр болып, қыраны болып ұшсын боздалаңның. Дуалы сөзің болсын аталарың, жас өргенді өсірсін баталарың, абыз болып төрінде отыра бер, аталдан ардан болсын балаларың. Айбатың биік болсын ағаларың, мұқалмасын тік тұрсын жағаларың, інілерім қайратты жолбарыстай, темірдей тегеурінді тағаларың. Бір енені теленген егіз ұлдың, ұрпақтары жиылып бірге келдің, Отарбаймен қосбармақ мәңгі бірге, сөйлемесін ешқашан әрбелерің. Арайлы Ақтөбеде елден келдік, Мамыттай атам жүрген белден келдік, төрт шөмекей ұрпағын мекен еткен, арғыз құмы киелі жерден келдік. Атым тек төртағар жора ғана, мақтанып көпірмеймін даралана, атам базар тек тақым болғаннан соң, өлең жазам қаралап шамамада. Екі қыз екі ұлдың әкесімін, нағайдар жаз өлеңнің төтесімін, бақытым байлығымда осы менің, әзірге бір қатынның жәкесімін, ұрадың кісілер шөмекейден, сөзімнен өлең төгім көмекейден, Отарбаймен қосбармақ ажырамас, дей беріп бір ата бір емеден. Ерматов Тыңбай Жалғасұлы дегеннің әкем Ерматов Тыңбай Жалғасұлы, соның 4 баласы бар, 2 ұл 2 қыз. Соның Азамат деген үлкенім. Әйтеке би ауданы Басқұдықта дүниеге келген, қазіргі таңда Мартөк ауданы Радиковкада тұрам. Сол жақта тұрып, мектепте жұмыс жасаймын. Мына ағалармен осы бүгін жиналып келіп жатқаным қуаныштымын. Жақсыға орман, жақсыны қорған деп, осылай орман болып, қорған болып жүре береді. Мен аспаңыздар, бірінші тілектеріңізге рахмет, айтып жатқан, шығарып жатқан өлеңіңізге рахмет. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді мен айтатыным, танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Енді сіздер Ақтөбеден келдіңіздер, біз Ақтөбеде бір үйіміз бар деп білеміз. Ал сіздерде Теміртауда үй көп. Сондықтан да қош келдіңіздер, амандық болсын, саулық болсын. Әрқашанда есігіміз ашық Теміртау қаласында. Не дейін, балықлар жасаймыз? Құрметті ақсақалдар, айып етпеңіздер. 3 минут тоқтап тұрсаңыздар. Енді мына қазақта сөз бар ғой, қазақта кейбір сөздермен келіспеймін. Қазақта мынандай сөз бар, ешкі мал болмай, жиен адам болмайды. Енді сол сөз жоққа шығаратын болсам, ешкінің мал болғаны қойыңды бастағаны, жиеннің адам болғаны тойыңды бастағаны. Енді жиенден не үшін айтып тұрмын? Бүгін кешке Балқар әулетінде жиен болып келетін біздің осындағы Теміртау шаһарында, Теміртау қаласында біздің әсем қоңыр дауысты әпкеміз бар. Жиен, сіздердің құрметтеріңізге Айжан қыздарыңызды ортаға шақырсақ, сіздерге әсем ән шырқап берсін. Ал келіңіз. Бар.
Жиендеріңізді бір әдемілеп жақсылап таныстырып жіберейік. Кеше біріңіз естісеңіздер, біріңіз естімеген боларсыздар. 2018 жылғы республикааралық Роза Әл-Қожа әндер байқауының бас жүлдегері Айжан Шахаева қыздарыңыз. Бүгін не айтсаң да жарасың, бүгін не айтсаң да орындаймыз, бірақ көп ақша сұрап жүрмеймін. Қайырлы күн, қымбатты да құрметті анамның бауырлары, нағашыларым. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Жаңа осында өлең оқыған нағашымның өлеңін естіп мен де төрт қатар құрап едім басын. Ассалаумағалейкум нағашылар, нағашыны сыйлағанның бағашылар. Әрбіріңіз анамның бауырысыз, барша балқының мен үшін бағасы бар деп келесі.
Ал құрметті балықлар, жиеніміз келген екен, құттықтап, жиенімізге бір қол соғып қойсаңыздар. Енді құрметті қонақтарына қазақта сөз бар ғой, шеберді шебер дегенше, Алланы шебер десеңші. Қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған деп, бірінші мынау Алла қалап баршамыздың басымызды жиып жатырмыз Қазақстанның бұрыш-бұрышынан. Енді бүгін бірінші жиналыс болғандықтан 70 адамдай жиналған екен. Енді Алла қаласа екінші жиналыста 700 адам болайық. Сөйтіп жиналыс болып, жыл сайын бір дәстүрге айналсақ, нұр үстіне нұр болмақ. Енді бұның барлығы мұндағы ағаларымыз әр жылы жиналуға дайынбыз деген бір-екі әңгімені естіп қалдым, сондықтан да ұзағынан болсын. Ал енді рұқсат болса, таныстықты ары қарай жалғастырайық. Бізде жаңағы ақсақалдарымыз келіңіздер, жаңа шығып жатырыңыздар, айып етпейсіздер. Келіңіздер. Құрметті ағайындар, мен атым Шайсан Гөлпәмген Басар, әкемнің аты Нұрпейіс, Астаналық Парқылым, Өзбекстанның Тамдауданынан. Балиман деген сапқыз болды, сапқыздан. Айта кетейік, Балиман деген кісі өзінің ерді Ақтөбеден. Екі рет әскери сүйемдегер атанылған. Қазір менің балажырам бәрі отырда 2 қыз 3 ұлым бар, бәрі қосады қазір. Айтайын дегенім енді өзі шыққан жері кім келесін астық қой. Ырғыз-Торғай, Ақтөбе, Қызылорда десе елеге шығарамыз білген. Қай жерде болса да отырдылар, Қызылордақ қой, ағайын туысылар жасамыз. Басқа бұған мен, ол басқа. Сонда да. Ортаға тұрсаңыздар, камерада. Келіңіздер. Ортаға басқаннан ағайындар болса, ең бастан бауыр боламызда қаламыз. Өзі жердің кеткеннен кейін өте ағайынсыз болады екен. Жаңа мына ақсақалардың бәрі айтып отыр ғой. Біздің балыққа отарбай басқаннан ағайындардың арасында ол адамдар бар. Бүкіл Қазақстан балық базар қымыз адам жоқ. Балық базар десе бәрі елеңе шығады. Мынау бір ағайымыз айтады, бір отырыста, осы Өзбекстанның өзіміздің ауылда. Менің 7-ші оғылым Ақтауға екен. Ол неге тоқта болған? Деп сұрап ағайымыз айтты, менің 7-ші оғылым Торғайдан көшіп отқан кезде, азымен Қызылордаға көшіп, Қызылордадан Тамдаудан қалған ғой, малдың жағдайымен. Торғайдан екен дейді. Болған кезде, бұның атын кім қоямыз, көшіп жатқан кезде болған ғой. Бұның атын кім қоямыз дегенде Торғай қояды деп дейді, бірақ жағады. Торғайдың Торғай қояды деп. Арғы Торғайда болған да, 7-ші болған. Сонда біз Өзбекстанда тұрғанмен, мынау Ақтөбелік Қызылордаға ағайындар Қызылордаға тұрғанмен араласып жатқан қалыпты бәрі, бұрыннан есостан. Міне осы жиынымыз құтты болсын деймін. Ұзағынан жиын көрсін. Жаңа айтып отыр ғой, қазір 700 жылдақ, 700 болып бір жиналайық деп. Қарым-қатынасты басқаны ақсақалдар айтып жатыр, менің де тілегім сол. Сырттан келген ағайындарға қадамдарыңыз қайырлы болсын деймін. Осы отырысымыз сойылман болсын. Ассалаумағалейкум. Отарбай қосбұрақ бірге туған балғындар. Міне Алла Тағаланың қалауымен кешеден бері кездесіп, бұрын сырт таныс енді жүзбе-жүз танысып, бір-бірімізді біліп жатырмыз. Оның үстіне алыстан аптерлік жатқан бауырларымыз бәріне қадамдары құтты болсын деймін. Енді ол менің өзім таныстыратын болсам, Меңілқарай Тұрсынмұрат
әкем Атысбай, Отарбай Балқа, 1953 жыл туылғанмын. Зарапшан қаласында, құрылыс саласында біраз жыл қызмет еттім. 2003 жылдан бастап Квота мен Астана қаласына келіп, ол жерде біраз құрылыс саласында жұмыстар істедім. Алла тағала берген 3 қыз 2 ұлым бар. Бәрі қасымда сол Астанада тұрады бәрінде. Енді мына осы біздің бас қосуымызды ұйымдастырып жүрген інілерім, мына Тумай, Шәкәрім, мына інілерім бастаған еңбектері Алла риза болсын. Тағы бір айтатыным, осы біздің бас қосуымыз ең алғашқысы болсын, бірақ ең соңғысы болмасын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін жиналып отырған себебіміз осы Отарбай қосбама ағайындармен танысу. Мен танысу болсын. Мен өзім таныстырып кетейін. Мен Қалқаш Бекмұрат, Дәулетұлының Балиман, Қамды ауданының Балиман совхозында туылғанмын. Сол жерде жасадым. Кеше жақында осы 12-ші жылы Теміртау қаласына көшіп келдім. Қазір Теміртауда тұрамын. 2 ұл, 2 қызым бар. Ағайындарым мен талаптарым оң болсын. Мен қызмет қылып жатқан інілерім, рахмет. Алла сыйласын қызметтеріңіз. Алла қамасын. Шәкәрім, айналайын. Мына сырттан келген кісілерге де құтты болсын айтамын. Талаптарым оң болсын. Жаңа үлкен кісілер айтып кетті ғой, осы кісілердің несіне қосыламыз. Әрқашан аманшылық болсын. Еліміз сау, еліміз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум. Ағайын туысқандар, бірінші өзім таныстырып өтейін. Фамилиям Сәтбаев, атым Әлбек, 56 жылы Құлғылықта туылдым. Өскен жерім Танды районы. Ұзақ жерден келген ағаларға, көкелерге, апаларға, жеңгелерге де бәріне де қадамдар құтты болсын демекші. Әйтеуір осы ұйымдастырып отырған Кең Баяным, осы баса інілері молодец. Ризамын. Әйтеуір кешеден бері осы құрылтайымызда болып отырмыз бәріміз. Араласып жатырмыз. Аллахайым арты ашық болсын. Әрдайым осы құрылтай жалғаса берсін демекші. Аман болайық бәріміз. Бәрекелді, рахмет тілектеріңізге. Қазір айтады ғой, қариясы бар үйдің қазынасы бар деп. Сондықтан да сіздер аман болыңыздар. Сіздер дұрыстап жол салып берсеңіз, біз соның артынан жүре береміз. Сіздерге рахмет, мыңдап рахмет. Кеш құтты болсын, артаймасын. Енді бірінші Ақтастархан әулеттің үлкендері. Барша сіздер болдыңыздар ғой. Енді екінші Дастархан. Сіздер де келсеңіздер. Екінші Дастархан. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, Отарбай қосбама бір туған ағайындар. Талаптарымыз оң болсын, тойларымыз құтты болсын, ауылдыршылықтеріміз мықты болсын. Мен өзім таныстырсам, Махамбетов Жұмабай Тұрғанбайұлы, 1926 жыл туылғанмын. Атантай Сурәлі Рахат деген жердемін. Тағы бірде той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, ұзақ жақын келген ағайындар. Бүгінгі жиынға қош келіпсіздер. Қатындарыңызға гүл бітсін ұзақтан деген кісілерге. Мен өзім таныстырсам, мен Отарбай Балқа, әкемнің аты Қойшыбек, өзім атым Ермахан, 1928 жылы туылғанмын. Танды районы аяқ совхозында жасағанмын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі құрылтайға жиналған Отарбай қосбама ағайындар. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Мен өзім таныстырып өтсем, Шектібаев Тышбай Жамағайұлымын. Негізгі туылған жерім Ақтақыр. Өсіп-өнген жерім Қамды. Мектеп табалдырығын аттағаным. Жұмыс істеген жерім Сұлтанбыда болғаным. Кейін Зарапшан қаласы арқылы осы Теміртау қаласына көшіп келдік. 1960 жылғымын. Жасым 68-де 63-ге қарап жатырмыз. Мінекей бүгінгі басқосып отырғандарымызға мен қуаныштымын. Байлықтарыңыз танысыз, мінекей көріп отырмыз. Көзбенен бір WhatsApp-та сөйлесетін қой, жүзбен көріп отырмыз.
рахмет. Әрқашанда осындай бас қосып отыра берейік. Барлықтарыңыздың отбасыларына амандық, денелеріңе саулық тілеймін. Барлықтарыңызды жақсы көремін, еліңізде той болсын. Басымыз қосып кездесемін. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Мен Алдаберген Өтешев Досбайұлы 1959 жылы Ақкөнтай фермасында туып өскенмін. Өздеріңізге белгілі, Атау Белбайлық Тартау Белбай елінде Өзбекстан СССР құрылыс және үкіметі бойынша. Қазір 2001 жылдан бері осы Қазақстанға, тарихи отанымызға оралып, соңғы кезде Астанада өмір сүріп жатырмыз. 3 балам бар Алдаберген, 2 қыз, 1 ұл. Және де басқосулар құтты бола берсін. Мен үлкен немді айтамыз, жаңа Қызылордадан келген Әбен ағамыз осы қатарда отырған шығар, сізге басын деймін. Және де Ақтөбеден келген бауырларыма 3 ағайын жігіт басын деймін. 4 әлде танысып жатармыз. Содан кейін ең соңғы мына осыны ұйымдастырып отырған Кеңбай бауырыма тұрып қойыңыздаршы. басын деймін сен жүрегімнен. Қадамдарыңызға бәріңізге нұр жаусын. Осы алғашқы кездесу болатын болса, маған айтты ғой, 70 қожалық кездесіп отырмыз деп. Алдағы уақыттарда көп, бұдан да 700 болмаса да айту 1000 жарым болсын деп тілеймін. Қадамдарыңызға бәріңізге нұр жаусын. Желімізге ән айтып жатқан арнайы рахмет үлкен. Бозғыл, кішкене бозғыл, күйеу бала екен, кеше ғана білдім. Саған да басым дейін, Базар атаның әнінен шырқап жүрсің. Ютубта көреміз, жіберіп тұратын жігіттер бар, рахмет. Бас емеңіз оған? Және күйеу бала ғой? жоқ, Базар атаның әнін шырқаған үшін бас еміз дейміз. Саған да атым кім? Жүсіп. Айналайын. Немере болып тұрсың ба деймін шамасы. Рахмет үлкен. Бәріңізге қадамдарыңызға жол салсын. Құрметті ағайын бауырлар, мен өзім таныстырсам, Ешерманов Біржанов ұлы Атымбала, Әйтімді Қосбармақ, жұмысбаймен әкеміз Самарқанымыз кетті. Содан танымдыға келіп, танымдырмен бірінші көріп өзіме де жетінші сәні. Содан біз танымдық болғанымыз. Біз Тамдыда көрші ағайында Ешмол Өрбекидардан Амангелді, Жангелді, Жақанбек өксердейді өтіп кетті. Одан кейін Нұрымбетова Ибрай Ақсақал, Тұңғышбаев Базаралының әкесі барлығымыз қатар бір көшеде тұрдық. Тамда бұрындар енді ала кезімізде кейінге өтіп, Отарбай Қосбармақ жесір айырылмаған. Оларда өз біріншілері Сүйінген Вәлі ағам бар, кейін Ибрашев, Нәймин ағам, Мөбзел ағамдар, олардың барлығы bir turist şahı olup jasa arnası жиын тойларда уақытта көріне болады еді. Малдарға болып қалады, дүкенде ғазыз болады, түрмес болады болды. Şimdi сол ағайындардың барлығын бірігіп, жылын жинап, оларды құтқарады еді. Түрмен түскендерді барлығы сағасылды, шағын болады. Сөйтіп Отадан Қозбармақтан барлықтан бір-біріне таян сүйіш болған. Менің айтарымда ағайындар, туыстар, міне Тамды шуды барлығы кетті жер жақтан, Қазақстанда міне басқасы өтіп тұр. Осы ағайындардың ауызбіршілерге жақындыға ешқашан жүрмесін, бір-бірімізге сүйіш таяныш болайық. Жоқтан кейін тұрған ағайындарыма барлықтарыңызға жолдарыңыз ашық болсын, бұл үстін өлмесін,
басқосуды ұйымдастырып отырған ағайындарға шын көңілімізше рахметімді айтамын. Барлықтарыңды қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар, ауызбіршілік болсын, барлықтан бір сіздерді сыйласып жүрмейді. Ай, бәрекелді, керемет. Құрметті қонақтар, кішкене бір назар аударыңыздаршы. Мынау көкеміздің киіміне. Шапан киіп жүр. Бұл шапан тек наурызда ғана көреміз, деген шынын айтсам. Сондықтан да баршамыз өз киілсек те жарасады, кішкене алып қосатын ғой. Мына тілектеріңізге рахмет. Мынау қазақ айтады ғой, су ұстадым, қолыма ту ұстадым, жүректі қысып алып қу ұстадым. Бізге айтар жалғыз тілек, аман болсын, дәл осындай ту ұстадыңыз. Кеш құтты болсын. Рахмет. Камераға өшіріп. Ұрсатын кезде осқысы келеді. Мен ондайға тұғым жетпейді. Енді бұл кісінің сөзінен мәдениетті айтқым келіп тұр. Мәдениетті жеткізетін болсақ, кішкене камера қостың ба? Осы бір мынау. Мына қазақ адам айтады ғой, астан үлкен ешкім жоқ деп. Бата алынсын, содан соң тұрайық. Енді рұқсат болса ары қарай жалғастырайық. Мынау ағаларымыздың ақ тілегі болды, танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Енді келесі кезекте тағы бір әнге билейік. Негізі қазақ айтады ғой, сұраса берсең қойныңдағы қатыныңда туысың көп шығады деп. Сондықтан да жаңа сұрасып жатырмыз. Келесі өнерпаз. Енді бұл кісіні бүйтіп қатты зерттейтін болса, түрегейлі зерттейтін болса, бұл кісі маған жезде болады екен. Шаш жоқ демесеңіз де нормально жігіт дейміз. Сондықтан әрине. Рахмет. Постоянно тақиямен жүреді өзі. Секретін ашып қойғансың ғой. Жоқ, енді жақсының жақсылығын айтып нұры тасысын дейді. Бұл ағамыз есімі Раушанбек. Теміртау қаласында, жалпы Қарағанды облысында атақты, беделді өзіндік орны бар. Осы қаламыздағы түсіп жатқан қанша келіннің бетін ашқан Раушанбек ағамызға бірінші бір қол соғып қойыңыздар шын. Жезде болдыңыз ба? Рахмет. Әне бола бай. Әне бола білейін ба? Дәрет. Мына көп мақтай бермеңіздер, өзі мақтаған кім жақсы көрмейді. Мені мақтаған сайын айтайын деп тұрған әңгімем болып қалады дедім бір. Сол үшін ұмытып қалмайын. Алдарыңызға шыққаннан кейін бір кішкене термейтейін. Тоқтар Серік ағамыздың бір көш кетіп барады деген бір тамаша термесі сіздер үшін.
Жан берген Керейт дейді ғой, сол Керейттің баласы Раушанбек қолдарыңызға бір қошаметтеріңіз болса. Біздерге бұндай музыка керек емес дейсіз. Мына жерде ағайындар, екі ағам рұқсат сұрағысы келіп отыр. Жұмыстан 1 сағатқа сұранып келіп едік дейді, уақытымыз болды дейді. Қазір Қазақстан болғанмен, жаңа Қазақстан болғанмен, әлі сол баяғы орыстың қарамағындамыз ғой. Иә, сол енді орыстар айтыпты, 1 сағат ровно депті, 5 минут опоздаешь в волю деген. Сол қуып кетпесін, бұл кісілерде де бала шаға бар. Келіңіздер аға, өздерін таныстырып, енді жол бересіздер аға, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, үлкен кіші апа-жеңгелер. Менің атым жаңағы Тұрмаханның немересі боламын, әкем Ерман. Осы арада 4 балам, 1 ұл, 2 қызым бар. Қыздарым тұрмысқа шыққан, балам 3 немерем бар, үйленген. Өзім осы Елордада тұрамын. Өзім негізі рахаттан келгенмін. Рахатта отырғанмын. Рахатқа өзі негізін айтты, шынын айтқанда Кеміқтан, қожаның жиенімін өзі. Мен құтты болсын құрылтай тойларыңыз бәріңізге де. Өзі ауызы ішік көп, сіз болып отыра берейік. Көрген жерде ассалаумағалейкум. Амандасып жүрейік. Бәріші бола берсін осылай жиындарыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, ағайын бауырларымыз. Менің атым Сәрсенбай Әлібек Жанғозиевич, Тамдыда туылып өскенмін. Руым Қосырмақ балқа, 1978 жыл туылғанмын, Теміртауда жасаймын. Тарих шешірек ондайға жоқсыздар. Ондай жоқ па? Оқ жетпес тұрау. Енді оқ жетпес сіз емес бұл жақ. Жақсы. Енді сіздерге рахмет, қаланы жылдыр өтқансыздар ғой. Аға, бір қол соқып қойсаңыздар енді. Құрметті ағалар, таныстықтарға жалғастырайық. Бізде екінші Ақтастархан жалғастырайық. Келіңіздер. Аға, ағалар, сөйлеу. Сөз кезек өздеріңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі танысу кешіне жиналған Отарбай Қосбармақ ағайындар, қош келіпсіздер. Мен өзім таныстырып өтетін болсам, Набай облысының Кенемек районының Кенемек совхозында туылғанмын. Атым Айтжан болады. 1960 жыл туылған, руым Отарбай, әкемнің аты Дәулетияр. Бүгінгі мына танысу кештеріңіз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, әрқашан дендеріңіз сау болсын, аман жүре беріңіздер. 5 балам бар, 3 қыз, 2 ұл. Қазір мына Қарағанды облысының Абай қаласында тұрамын. 2007 жылы көшіп келгенбіз, 15 жыл болды. Осы
жерде жасап жатырмыз. Рахмет. Ассаламалейкум, ағайын, туыстар. Бүгінгі жиналысымыз әрқашан өсті жалғаса берсін. Мен Елібаев Ерік Қалабай, Акиматы Қалабай, Науаи облысы Келмек ауданының тұрғыны. Қазіргі уақытта менің бір балам, 2 қызым бар. Барлығын жайғасқан. Өзім қазіргі уақытта жақында Астана қаласына көшіп кетемін. Рахмет. Ассаламалейкум. Бірінші Алла дейді ғой. Одан кейін мына текті жердің балдарының арқасы осы тойды ұйымдастырып отқан Кембай ағама, мынау Шәкәніме, Манатыныме, Майрамбегініме Алла разы болсын. Мынау қазақты айтады, қазақты сыртта көрсе қазақты бір-бірін апақ-шапақ оқаламыз, өліп тіріліп болсын. Қазақты айтады мынау. Жігітті өзіне тиіссең тиіс дейді, бірақ руына тиіспе дейді. Оны себеп ұруына тиіссең бәлеге қаласың, төбелесіп, ұрысып төбелесіп кетесің. Жамандаса, мысалы, ұруымызды. Отырбай қоспарға бір бәле десе, жиендерін жаным ішіп кетіп, әкеңді деп ана боқтап кетеміз. Алар енді тіл бәле болады. Сондай ашу не қылады. Осындай ұйымдастырып, туған туысқанның басын қосқан мынау елде бұрынғы ауылда тұрған кезде төбе-төбе болып тұратын еді. Әр ұрудың өзінің төбесі шалдар. Сонда бұны айналасындағы сыртқа кетіп қалмасын, туыс болсын, бәрі бір болсын дейлеген ғой. Енді мынау қазіргі заманда ұйып отқан айрандай елдің шашырап жан-жаққа кетіп, осылардың басын қосып отқан сіздерді осындай заманауи қылып енді қылып қойған заманға өкпелей алмаймыз. Заман мен дейді ғой Алла. Заманды орнында адамдар шамалы өзгеріп баратып қойды шамалы. Мына заманауи қылып осындай басымызды қосып, жастар мынау қазіргі батсақ Фейсбуктың арқасында бәрі нәрсе білетін болдық қой қазір. Ақылды да болып кеттік. Дендері сау болсын мына жігіттердің. Мына ағалар, сіздер аман болыңыздар. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осындай ортада амандықта, бірлікте болайық. Насықтан келген ат шабылтып келген Ырғыздан, Қызылордадан, Ақтөбеден келіп отқан жігіттерге, азаматтарға, ағайынға рахмет. Осы жердегі туған туысқанда бәріне рахмет. Мен негізі Тамдыдамын. Ұрым Отырбай балқы. Мәйдебек Белдебектің Мелдебегінен тараймын мен. Әкем Тойлан әкесі Бәйімбет. Атадан 4-іміз. Біреуі дүниелік болып өткен, 3 ұл 1 қыз. Қазіргі уақытта мен қасында жаңа қарындасым мен жеңгем, соң бала-шағасы мына Павлодар облысы Ақсу қаласында тұрамыз. Үлкен ағам осы жерде Саранда тұрады, Рыспай. Анау, сіздерге айтайын деген, мына ұру дегендегі, туыс дегендегі. Тамдыда жүріп тұру шамал басында ейіп кеттегі сабап тізайды бірде. Басынды көтеріп түсіп кетсе қорының сабайды бірде. Сондай заманда басынды көтеріп жүрейік, Отырбай екеуміз біліп жүрсін деп төбелесіп айтып қарап жүреді. Бір күн милицияға шыққан Тұрар ағам, енді жартылай Тұрар ағам, Дәндібай. Бауыры бұрып тұр ғой маған. Жаңа жаптырып азанға дейін бәлші жатқан адамды азанға дейін шығарып беріпті. Сонда айтып отыр анау, тәңірек, енді ұрсатын болсам, қасыңа біреулердің үлкен дөкілдердің балдарын еркелеп ұрсын. Сол сияқты бауырларыңыз әрқашан бұрып тұрсын, дендеріңіз сау болсын. Атадан 4-імін деп отырмын ғой мен. Бірақ менде ешкімнің қойын баққан жоқпыз Тамдыда. Аллаға шүкір өзіміздің дәрежемізде жүрдік, ешкімге нан сұраған жоқпын, ешкімге қол баққан жоқпыз. Ағайын туыстың арқасында сыйлады, әкемді. Әкем зиялы қауымға араласпаса да, әкеме зиялы қауымдар сәлем берді. Осы отырған аталар бәрі, осының ішінде мәкелердің бәрі сәлем берді әкеме. Себебі ол соғыс ардагер еді. Ешкімге зиянымыз болған жоқ, ешкімге ешқандай жамандық ойлаған да жоқ бұл кісілер. Алла разы болсын бәріңізге. Сіздерді осындай тойда ағаларым айтып жатыр ғой, жақсылықта бірлікте болайық, осындай келісіп осы. Әрқашан осындай жақсылықта жиналып, басымызды қосып,
біргелікті ауызбіршілікте болайық. Ағалар аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Мынақта отырған жеңгелер, сіздер де аман болыңыздар. Осы қызықты біздермен бірге бөлісіп, мына қайындарыңыз бар, балдарыңыз бар, солардың жүрегіңіздер. Мынау балам, сен өлме. Берекке. Айналайыныз осындай той думанда қызықтап жүрегің. Аман бол. Мынау тамаданың екі түрі болады. Біреу тез өткізіп кетіп, ақша салсам дейді. Екіншісі осы менің қызметіме, әніме тәнті болса екен, адамдарды қуанып жүреді екен. Соның біреу екіншісі болса, ақшаға қызықпа, аман бол сен дедім. Бауырларың аман болсын. Мына қызмет қылып жатқан жырауларға рахмет. Айналайын қарындасым, саған да рахмет. Текті жердің жиенісің ғой сен. Айналайын аман бол. Бәріңізге манатыным, Шака, Нұреке, Майрамбек, рахмет. Алла разы болсын. Алдарыңызда басын дейін бәріңізді. Рахмет. Аз байқы. Тілектеріңізге рахмет. Жаңа бөлме деп жатсыз ғой. Азық сөйлес бәрі. Тем более бойдақ құрсас жаңа ақшаға қызықпа деп жатсыздар. Жалпына өнерпаздардың адына айтайын, енді ақшаға қызықпаймыз біз. Просто керек та бізге ақша. Сіздер секілді. Рахмет, амандық болсын жағасыз. Рахмет енді ағалар, тілектеріңізге рахмет. Кешімізді ары қарай жалғастырайық. Енді сіздер үшін тағы да бір ән болсын. Бағанадан бері жиендердің, күйеу балалардың әндерін естіп жатырмыз ғой. Енді өзімізден бір ән болсын дейміз. Сіздер үшін әсем ән орындайтын біздің өздеріңіздің інілеріңіз Мұқай ағамызға бір қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Осы орайда өзімді таныстырып өтейін. Одан кейін микрофон тие ма тимей ма құдаймыз. Ал менің есімім Мұхаммедқали, атамның аты Әбдіқали, әкемнің аты Бекқали. Мынау бірінші столда төрде отырған Сейітқали деген біздің әкемнің ағасы болады. Біздің әулеттің үлкені осы Сейітқали атамыз. Біздер жалпы ғалиларымыз, әкем Айтымде туылған, жаңа Айтым деп жатыр ғой, Айтымде туылған, әкем 56 жылғы. Сол Айтым тараған уақытында менің әкемді сол құқылық жағына қарай жіберген екен. Затехник болсын деген ба, бетехник болсын деген ба, сол технигі бар әйтеуір бірдеңесі. Атамыз ерте кеткен, әжем Жолайдың қызы Ақжамал, Бойбітші Жамал десе бәрі танитын еді. Мен өзім атадан алтаумын, 3 ұл, 3 қызбыз. Сол ұлдың ортаншысы боламын. Жаңа кеше айтып өттім ғой, өткен жылы мынау ауылда, Өзбекстанда, Тамда ауылында 79 жылға келіп дүниеден өтті. Әкем келуге деген кеше осы айдың 4-5-інде жыл садақасын өткізіп келе алмай қалды осында. Негізі келем деген ниет болған. Ал баршаңызға мынау құрылтай жиын тойымыз құтты болсын. Алла қаласа келесі жылы бұдан да көп болып, атсалысып сол Қызылорда болсын, Ақтөбе болсын, қай ел болсын, қай жер болсын, сонда басқосуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Мынау енді орындағалы отырған әнімді осындағы барша ағаларға арнағым келеді. Әрине осы жақсы жиынды жақсы өтуіне атсалысып жүрген Манат ағам, Майрамбек ағам, Шәк ағам, Кеңбай ағам, баршаңызға Алла разы болсын ағам. Бұдан кейін жеңгемнен қорықпай жүре беріңіздер, баршылық қыз болып отырбай осы бармақтар аға. Кеңбай аға, ассалаумағалейкум, сіз келді. Группаға жаймен жазып жіберсеңізші, жиналамыз ғой осылай. Ал, мынау кейде бір ағалар болады деген ән жолдаймын, қабыл алыңыздар. Ағалар аман болсын. Show
бермейді ағамның алдында лайық жанмын ба деген ой маза бермейді олардың орнына тіреліп ойының шырау биледі жай жүрмесін діндерін бойыңды іздеген еркім ақ келеді жай жүрмесін діндерін бойыңды іздеген еркім ақ келеді ағалар көп емес Ал сол қосбармақтан тараған Мұхаммедқали ұлдарыңыз мен боламын. Ал, құрметті ағалар, аталар, рұқсат болса, үстел басында отырғанымызға біраз уақыт болыпты, 2 сағат бөлемін. Енді айтайын дегенім ағаларға ән керек, мұндағы апаларға шай керек, осымен мен де демалайын, жалмауызға да жан керек деп. Рұқсат болса, бірінші ақ дастарханның батасын алайық. Содан соң үзіліске шығамыз, содан соң екінші ақ дастарханға келісеміз. Кештің батасы. Берейін ата асыңа, берейін ата асыңа, қырбауылай қылдан қырмезін қазыңа. Жарылға бұлай қалды дед, жарылғарын қалды дед. Дастархандар берекер болсын, осындасын тұрын болып ауыспасын. Міне бас болсын, мынау күні араларымызда жаңартып, еске түсіріп, жаңа балдарымызға ойына саналатқан інілерімізге рахмет. Бәрі болсын, сұқтайды, ұлағымен ден сау болсын, береке саламатына қалу болсын. Үлкен кісілер құлағына алтын сырған патені ауысып ана стол бере берсін. Үлкенмінде бәрін ала бермеңдер енді. Ауысып беріңдер енді. Кезек. Ала жастарында... Бұл кісі кешеде берген жоқ. Жоқ, мен ол кісіні айтып отқан жоқ. Бұл сонда бүгін бері, енді қазір тағы бір неғын біз ана стол берді. Одан кейін ана стол... Ал, құрметті ағалар келіңіздер, өзіміз бізге сыртқа шығып таза ауа жүрдім. Алысты қойып айтыңыздар, содан соң екінші дастарханға келісетін болған барлықтарыңызбен. Ал, тағы да кешкі болсын. Қайда? Жүсіп? Мынау екінші столымызды бастайық. Осы екінші столымыздың басын мен Қызылордадан келген ағамызды шақыртқым келіп отыр. Қызылордадан келген аға келіңіз. Ал ағайын, ағамыздың айтары бар, жаңа бір айтарым қалып кетті дейді, сол айтарын жалғастырсын, жақсылап тыңдап алайық. Бабаларымыз жөнінде біраз әңгімесі бар екен, тыңдайық. Әбеке қалып қоймасын айтыңыздар. Ал енді танысып білісіп қой, мынау енді ата-бабаларымыздың кішкене айтып қоймаса таба болмайды. Содан мұныңыз дәрет қалып кетесіздер, жақсы жүресіздер. Түстеріңізге кіріп, соңғы ауалы қорғап жерге келіп, бәрі оттарының басында. Енді мен жаңа айттым ғой, Қызылорда Қармақшы ауданынан келдім. Жаңағы айттым, сол Қарақтаудан бастап жаңағы неге дейін отырған дедім. Енді жаңа Қылышты айтып кішкене айтып кетейін. Қылыш деген бабамыз болған еді. Мың үйге би болған кісі жаңағы. Сол кісі не айтса, сол болады, сол заң, сол шешет бәрін сол. Ауылдың басшысы соттайтын да, оттайтын да сол кісі бәрін. Сол тыңдайтын болған. Сол кісі жаңа айттым, Қарақбасты бейіті бар. Сол жаңа өзінің көпсінің өзі болжамшы болған. Ауа райын жағатын, сол бейдің айтып, төрелік айтып, сол енді бүгін көшесіндер, ертең жауын шашын болады. Алдымайсын соны айтқан жүріп. Сонымен жаңа дәренің бойынан, сексеудің арасынан ата-бабамыз қолына алып, сол ақтөбеге дейін малын айдап,
көктемде соланың сексеуілден өртеп жаңағы көмір шалып өртеп түйеге қоржынға артып содан неге барады екен неге деймін ақтөбеге деймін соған енді отырып сол кетіп барады енді анау әлім аталар бар ғой әлім аталармен сол жаңағы қыздарына алады сосын енді ата жегжет болғаннан кейін қызымызды береміз сөйтіп адасып кеткен екен әлім аталар бұдан да болды сөйтіп сол енді сол кісінің ұрпақтарымыз енді кішкене сол несін айтып алдым сол енді бабаларымыз бәрімізді желеп жүре берсін оттарыңыздың басы аман болсын мынау балдарыңыз өсіне берсін дейміз тағы да енді жоғары жақтан көріне берсін сол мақтанып біздер отарбай қосбайға мақтанып жүре берейік жақсы аман болыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Тағы қош келдіңіздер кешіміздің екінші бөлімі. Армысыздар ағайын, қымыз ішіп қазығанда ет жеген, бұл қазақтың күні тойсыз өтпеген. Бірін-бірі батыр деген елдеріміз досты күні дұшпанында сөтпеген. Ассалаумағалейкум бауырлар, адалдықтың ауылына беттеген, қазақ деген елге тағы бір сәлем. Қуаныш құтты болсын. Осыған үрлеген кешіміздің екінші бөлімі, ағамыз өзінің жаңағы ағасыға рахмет дейміз. Шын жүректен өйткені бұл кісі ойланып есіне түскеннің барлығын келіп айтып жатыр. Сіздерге де сол құлақ қағыс болсын, сіздер де солай естеріңізге түсіп жатса, білетіндеріңіз болса бөлісіп отырыңыздар. Олай болса біз әрмен қарай жалғастырайық. Олай болса кешіміздің Ақтасарханымыздың алғашқы ән ретінде кереметтей Ерлан Жыраудың ортаға шақырайық. Сіздерге әсем ән болсын. Балқымазар бабамыздың екі әні ма? Қабыл алыңыздар, сіздер үшін.